Сәлем достар, бүгін біз осындай керемет чак-чак әзірлейтін боламыз. Дәмі өте керемет, әрі күтірлік болып шығатын ерекше чак-чак. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Комментария қалдырып, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге чак-чак әзірлеу үшін 5 жұмыртқа қажет болады. 5 жұмыртқаны ыдысымызға салып алып, кішкене шым-шым тұз салып араластырамыз, және оның үстіне шекерді қосатын боламыз. Бұл жерде біздің шекердің көлемін әркім өзінің қалауы бойынша салуына болады. Енді одан кейін үстіне ұн саламыз. Ұнды бірденен көп етіп салып жібермеңіздер, өйткені қамырымыз қатты болып, жайылуы өте қиын болады. Сондықтан да ұнды аз-аздан сала отырып, осылай қамырды илейтін боламыз. Сонда жұмсақтау болса, өзімізге жайылуы да оңай болады. Мінекей, осылайша ұнды сала отырып, жақсылап қамырымыздың басын біріктіріп аламыз. Мінекей, менде осындай қатты емес, жұмсақтау ғана қамыр шықты. Кішкене бастырып қойғаннан кейін, мінекей, қамырымызды жаюды бастайтын боламыз. Кәдімгі қамыр жайғандай етіп, осылайша жайып аламыз. Бірақ қамыр жаю барысында аз-аздан ұн қосып отырыңыздар, өйткені қамырымыз біздің тәтті болғандықтан жабысып қалуы мүмкін оқтауымызға. Сондықтан да аз-аздан ұнды себе отырып, әдемілеп жайып шығамыз. Мінекей, қамырларымызды осылайша қамырды жақсылап жайып, қамырымыз біздің үлкен болғаннан кейін барынша жұқа да болып кетпеу керек, немесе қалың да болмау керек. Қамырымыз орташа болу керек. Содан кейін оқтауымызға орап алып, тура қамырды жаңағы ет асқан кезде жайған қамыр сияқты етіп кесіп аламыз. Жалпы чак-чактың формасын әркім әрқалай әзірлейді. Әркімнің өзінің қалауы бойынша. Біреулер жаңағы домалақ гүл тәрізді етіп жасайды. Біреулер кәдімгі кеспе кескендей етеді. Ал мен бүгін осылай төртбұрышты етіп кесуді жөн көрдім. Осылай төртбұрышты етіп кесіп, осы екі ортада мен майды қыздырып қойдым. Қызып тұрған майымызға осылай аз-аздан салып, тез-тез араластыра отырып пісіріп алатын боламыз. Қатты қызарып кетпеу керек. Сәл ғана сарғайса жеткілікті, өйткені бұл тұқымға иленгендіктен тез пісетін болады. Осылайша мінекей таза құрғақ ыдысымызға піскен чак-чактарымызды салып алатын боламыз. Тек қана жұмыртқаға иленгендіктен барынша күтірлік болады. Мінекей, осылайша біз жаңағы кесіп дайындап алған чак-чактың барлығын пісіріп аламыз. Міне, менде чак-чактар дайын. Енді дастарханға ұсыну үшін арнайы ыдысымызға салып, бетін әсемдесек болады. Мен бетін әсемдеу үшін қоюлатылған сүтті және шоколадты қолдандым. Мінекей, осылай бетін әдемілеп қоюлатылған сүтпен әсемдеп, оның бетіне әдемілеп жаңағы шоколадымызды үккіштен өткізіп қойсақ, көрінісі өте керемет болады, және дәміне де өзіндік бір ерекшелік пайда болады дәмінде де. Мінекей достар, менің чак-чагым әзір болды. Дәмі өте керемет, әрі күтірлік болып шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес берем. Астарыңыз дәмді болсын.